Қайырлы күн, құрметті онлайн оқырмандары. 7 сәуір 2021 жыл қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан Қажымұқан Мұңайтпасовтың туғанына 150 жыл толуына орай назарларыңызға алып бала Қажымұқан ақпарат сағатын ұсынамыз. Қажымұқан Мұңайтпасов Ақмола облысы Қараөткел аймағы Қоспа ауылында дүниеге келген. Бала кезінен ол қайратты алып болып өседі. Ол 28 мемлекетте күресіп, 48 алтын, күміс, қола медальдарын, әйгілі Сигизмунд белбеуін алған. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр желі мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен. Өзінен бұрынғы қандастары бастаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ сақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажымұқан бабамыз орасан күштің иесі болып табылады. Ұлы Отан соғысы жылдарында көшпелі сирктен өнер көрсетіп, өзі жинаған 100 мың сом қаражатын қорғаныс қорына жібереді. 1978 жылы Қажымұқан атты 2 бөлімді көркем фильм түсірілді. Қазақ даласының батыры атағы берілді. Құрмет белгісі орденімен марапатталды. 1948 жылы Шымкент облысының Арыс ауданы Ленинтуы колхозында қайтыс болды. Кітап көрмесінде безендірілген қазақтың Қажымұқаны. Қажымұқан. Осы кітаптар біздің кітапхана қорымызда бар. Сіздерді, құрметті оқырман қауым, осы аталған әдебиеттермен танысуға шақырамыз.